Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде әдебиет сабағы. Сабағымыздың тақырыбы «Менің атым Қожа» повесі, дайындықсыз келген бір күн. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекет арқылы образын ашу. Кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып, бағалау. Сабағымызды бастамас бұрын борт журналын толтырайық. Борт журналындағы бірінші кесте, яғни тақырып бойынша не білемін деген кестені толтырыңыздар. Олай болса балалар, өткен тақырыпты еске түсіру үшін кім жылдам ойынын ойнаймыз. Сұрақтарға назар аударыңыздар. Бірінші сұрақ. Хикаят дегеніміз не? Екінші сұрақ. Бердібек Соқпақбаевтың қандай шығармалары бар? Үшінші сұрақ. Шығармадағы Қожабергеннің басты прототипі кім? Олай болса балалар, өз жауаптарыңызды салыстырыңыз. Хикаят, повесть, романнан кіші, әңгімеден үлкен шығарма. Ол баяндау түрінде қара сөзбен жазылады. Бұл эпикалық проза жанрының бір түрі. Бердібек Соқпақбаевтың 16 жасар чемпион, бақыт жолы, алыстағы ауылда, балалық шаққа саяхат, дала жұлдызы, Аяжан, Гаухар, өлгендер қайтып келмейді, тағы басқа шығармалары бар. Шығармадағы Қожабергеннің басты прототипі автордың өзі. Өте жақсы балалар. Біз өткен сабақта «Менің атым Қожа» повесінің мазмұнымен таныстық. Сонымен қатар, фильмнің өзімен де танысқан болатынбыз. Олай болса, шығарма мазмұнын еске түсірейік. Естеріңде ме? Жаңа оқу жылының басталар шағында Қожаберген дүкенге кітап алуға келді. Сонда бір қолайсыз жағдайға тап болған еді. Ол қандай оқиға еді? Сол уақытта бас киімінің түсі қандай еді? Олай болса, дұрыс жауапты тексерейік. Кезек кетіп, мен қанталы. Шын ба? Ниет білдіргеніңізге рахмет. Саған не керек? Жарты күйді қанталым. 39 дейін. Шай бар екен? Бар. Өте жақсы балалар. Келесі сұрақ. Сөмкесінен бақа шыға келген кездегі Майқанова апайдың іс-әрекеті қандай еді? Дұрыс жауаптарыңызбен салыстырыңыздар. Қарсы алып. Сәйбек қарт Қожабергеннің әкесі туралы не айтты? Өз жауабыңызды салыстырыңыз. Әкеңнің шашыны тап осындай еді. Сіз менің әкемді білесіз бе? Балам, ол кісіні білмейтін адам бар ма? Әкеңнің керемет қарагер аты болған. Ат емес, Дүлдүл. Сол атты бір күні мына мен әкеңнен сұрап мініп жүредім. Суға кетіріп, өлтіріп алдым. Егер оның орнында басқа біреу болғанда, құнын төлетіп алатын еді. Ал Қадір марқұм болса, керем. Қожа төр бөлмеде кеңес өткізді. Сонда кімнің мәселесі қаралды?
Өз жауабыңызды салыстырыңыз. Жаз. Не деп жазым? Жаз. Ертеңнен бастап тентек болып бірде-бір баламен төбелеспеймін. Егер өз дейсіші, онда қой де. Әйтпесе, көкіңді там де. Ал егер қоймасашы? Егер бұл мәселе осымен бітеді. Екінші мәселеге көшеміз. Жаман сөздер айтпайсың, сайтан, есуас, кешші, ақмақ секілді. Оның орнына жарамайды, мұның тәртіпсіздік, ұят болады деген сөздер айту керек. Тәртіпсіздік істесең, өзіңді өзің жазалайсың. Қалай? Оны кезінде көрерміз. Өте жақсы балалар. Енді жазылым тапсырмасына назар аударыңыздар. Төменде берілген сөздер бойынша кейіпкерлерді сипаттаңыз. Алғыр, пысық, өтірікші, ақылды, сотқар, тентек, мейірімді, қу, зымиян, шыдамсыз, тиянақсыз, әділетті, ақын, әзілқой, арамза, тапқыр, қателіктерін түсіне біледі, жағымсыз. Тапсырманың дескрипторы. Берілген сөздерді қолданады, кейіпкерлерді сипаттайды. Ал балалар, жауаптарыңызды тексеріңіздер. Алғыр, пысық, ақылды, сотқар, тентек, мейірімді, әділетті, ақын, әзілқой, тапқыр, қателіктерін түсіне білетін кейіпкер қожа екен. Ал өтірікші, қу, зымиян, шыдамсыз, тиянақсыз, арамза, жағымпаз кейіпкер жантас екен балалар. Өте жақсы. Келесі тапсырмамыз сәйкестендіру кестесіне назар аударыңыз. Бұл жерде іс-әрекеті арқылы кейіпкерлерді анықтауыңыз керек. Тапсырма дескрипторы. Кейіпкерлерді таниды, іс-әрекетін сәйкестендіреді. Олай болса, өз жауабыңызбен сәйкестендіріңіз. Өте жақсы балалар. Төртінші тапсырма. Шығарма кейіпкерлерінің бірін таңдаңыз. Кесте арқылы кейіпкердің шығармадағы әрекеттерін жазып, ол әрекеттердің қазіргі өмірде көрініс табуын өз сөзіңізбен талдаңыз. Мысалы, шығармада: мейлі, біздің класс жетекшіміз Майханова мені жамандай берсін, сотқар деп ұрса берсін. Мен өзімнің көкейкесті арманымды жанымның түпкірінде маздап жанған құпиямды жанарға бір жөні келгенде ақтарып айтып берсем, менің кім екенімді ол таныр еді. Ал қазіргі уақытта мұғалім мен оқушы арасында мұндай түсінбестік жоқ. Мұғалімдер оқушылардың білім алуы мен тәрбиесіне белсенді қатысып отырады. Мұғалімдер оқушыларды жамандамайды, қатты ұрыспайды, тек ненің дұрыс, ненің бұрыстығын түсінуге көмектеседі. Ата-аналар да мектеп жұмысына қатысады. Тапсырма дескрипторы. Бір кейіпкерге таңдау жасайды. Шығармадан кейіпкердің үш әрекетіне таңдау жасап, кестеге орналастырады. Таңдалған әрекеттердің қазіргі өмірде көрінісіне дәлел келтіреді. Балалар, бүгінгі сабаққа қорытынды жасайтын болсақ, бүгінгі сабағымызда біз шығарма мазмұнын еске түсірдік. Шығарма кейіпкерлерінің образын аштық. Шығарма кейіпкерлерін шынайы өмірмен салыстырып, баға бердік. Ендігі кезекте бүгінгі сабағымызға кері байланыс беру үшін сабақ басында қолданған борт журналын қайтадан толтырамыз. Борт журналындағы тақырып бойынша не білдім, не туралы ойлану керек кестелерін толтырыңыз. Үйге берілетін тапсырма: менің қиялымдағы қожа тақырыбына эссе жазу. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.